86 жыл желтоқсан оқиғасы болып кетеді дағыны, команда ауысады дағыны, Колбин келеді. Ал енді Горбачев өзбек әліне танитын еді, және симпатия жақсы еді деп айтылады. Мен тікелей дәлелім жоқ, бірақ сол заман адамдар солай сөйлейді негізі. Сосын бұны көтер деп айтып, бұны шақырып алды дағыны, бірден мәдениет министрі қылды деп айтады. Мәдениет министрі қылған кезінде бірінші кіріскен ісі наурыз тойлаймыз деп айтты дейді. Ал енді онда былай қарапсаң, мынандай саяси, енді мен бұл жазба деректерде жоқ, бірақ сол замандағы өмір сүрген адамдар маған ауызша айтып берді. Олар айтады, ол дейді, Колбинді көндіргіңізді қалай көндіреді білесің бе дейді. Десем, ол 26 жылы тыйым салынған зат қой дейді. Оны сен барып төлей алмайсың дейді. Ол Колбинге барады дағы бүйтіп айтады дейді. Геннадий Васильевич, кеше 86-та өзіңіз көріп отырсыз, қаншама қазақтың жастары қырылды, сотталды, оқудан шықты, абыройыңыз түсіп қалды. Қазақтар сізді жек көреді. Сіз олардың симпатиясын оятуыңыз керек. Қалай десе, сіз наурыз тойласаңызшы оларда. Ал оған сенімді айтып отыр, сен наурыз тойлауға бұйрық бер, қалғанын өзім қатырамын деп. Бұның қалтасында, папкасында наурыз бәрі бар. Арқалықта 5 жыл тойланған концепция сыңғырлап тұрған жерде, бәрін жазып қойған жүрген. Сосын Мұхтар Шаханов сияқты қоғам белсенділерін алып келеді де, сендер ана жақтан газеттен шулаңдар деп өзі айтады.